Қалай ағылшынша дұрыс санау керек? Видео сол туралы болады. Кеттік. 0-ден 10-ға шейін 0, 0 немесе O деп те айтылады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Әрі қарай 10-нан 20-ға шейін 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Яғни 11-12-ден басқа сандар артына тен жауабы жалғанады. Енді әрі қарай 20-дан 100-ге шейін кеттік. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 немесе 100. Әрі қарай 100-ден 1000-ға шейін 200, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Осы жерден 100-ден жоғары сандарға мысал айта кетейік. Мысалы, 107 болса, ол 107 болады. 113 болса, 113. Енді бір қиындау сан айтайық. Мысалы, 798 болса, 798. Яғни 100 санынан кейін end деген сөз тұрады. Мына жерде end деген сөзді айтпай-ақ та қоюға болады негізі. Олсыз да сізді түсінеді. Бірақ сөйлескенде сандарды грамматика жағынан сауатты айтқыңыз келсе, грамотно айтқыңыз келсе, end деп айтқан дұрыс. Әрі қарай миллион, миллион, ал миллиард ол биллион болады. Келесі 1000-нан жоғары санға мысал айтайық. Мысалы, 1389-ды айтайық. Ол 1389. Яғни 100-ден кейін end деген сөз кетеді. Егер пайдалы, қажетті деген ақпарат болған болса, достар, каналға жазыламыз. Жақында тағы ағылшын тілін жақсарту туралы пайдалы видеолар шығады. Подписаться басамыз.